сәлеметсіздер сіздерме? Ақтөбе политехникалық колледжі биология пәнінің мұғалімі, оқытушы Сүйіндікова Айнұр Жағымбайқызы. Сабақтың тақырыбы жасуша органоидтердің құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері. Оқу мақсаты электронды микроскоп арқылы көрінетін жасуша органоидтардың құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктерін түсіндіру. Сабақтың мақсаты жасуша құрылысын анықтау, жасуша органоидтардың құрылысын сипаттау, жасуша қабырғасы мен плазмалық мембрананың құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктерін зерделеу, бағалау критерийлері, жасушаның құрылысын атау, жасуша органоидтарының мембранасыз және мембраналы түрлерін салыстыру, жасуша қабырғасы мен плазмалық мембрананың құрылысы мен қасиеттерін ажырату. Жасуша ағзадағы ең кіші бөлшегі, яғни барлық тірі ағзаның ең кіші бөлшегі жасуша болып табылады. Жасуша негізгі үш құрылымнан тұрады. Бұл сыртқы жасушаның қабықшасы, екінші цитоплазма және ондағы органоидтар, үшінші негізгі органоид бұл ядро. Осы слайдтан көріп тұрғандарыңыздай, жасуша өсімдік жасушасы мен жануар жасушасы бейнеленген. Жануар жасушасы мен өсімдік жасушаларының бір-бірлеріне ұқсастықтары өте көп. Бірақ өсімдік жасушасынан көріп тұрғандай жасыл түс беріп тұрған өсімдікке хлоропласттар, яғни жануар жасушасында пластиттер болмайды. Пластиттер тек өсімдік жасушасында кездеседі. Келесі жасушаның түрлері. Жаңа айтып өткендей, жасушадағы ең негізгі органоид бұл ядро. Ядросыз органоидтарда жасушаларда кездеседі, бірақ бұлар ядросыз болғанмен, ядроның құрамындағы хромосомалар, ядрошықтар шашыраңқы жіпше түрінде орналасқан. Яғни, ядросыз жасушаларды прокариоттар деп атаймыз. Бұларға негізінен бактерия, балдырлар, бір жасушалы амебалар, инфузориялар жатады. Ал эукариотты ядролы жасушаларға жануар, өсімдік, адам жасушалары жатады. Жасушалардағы негізгі органоидтар екі мембраналы, бір мембраналы және мембранасыз болып бөлінеді. Екі мембраналы органоидтарға митохондрия, пластиттер, бір мембраналы органоидтерге эндоплазматикалық қор, Гольджи аппараты және лизосома жатады. Және вакуумдер. Мембранасыз органоидтарға рибосомалар, жасуша орталығы және қозғалыс органеллалары жатады. Мына слайдтан біздер жануар жасушасының құрылысын көре аламыз. Яғни жануар жасушасының қабықшасының құрылысы екі қабат липидтен және май жасушаларынан ақуыз жасушаларының бейберекет орналасуынан тұрады. Жануар жасушасының атауы гликокаликсис деп қабықшасы аталады. Яғни бұл жасушаның қабықшасының негізгі қызметі жасушаға беріктік, жұмсақтық береді, яғни сыртқы ортадан қорғау болып табылады. Екіншісі зат алмасу қызметтерін және тірек қызметтерін атқарады. Жасуша қабықшасының ішін толтырып тұрған сұйықтық цитоплазма деп аталады. Цитоплазма гелоплазма деп аталған сұйықтықтар мен ондағы органоидтардан тұрады. Гелоплазма грекшеден аударғанда әйнек немесе плазма, сұйықтық деген мағынаны білдіреді. Яғни цитоплазманың ішіндегі негізгі түссіз қоймалжың коллоидты жүйесі. Ал органеллалар деп отырғанымыз жаңағы тұрақты компоненттер немесе органоидтар. Цитоплазманың негізгі қызметі цикоз, үнемі қозғалыс беретін органоидтарға үнемі қозғалыс беретін сұйықтық. Цитоплазманың негізгі қызметі эндоплазматикалық тор, рибосомалар, митохондриялар, пластиттер, Гольджи жиынтығы, лизосомалар, жасуша орталығы, вакуумдер және қосындылардың жұмысын реттеп отырады. Цитоплазма жасушаның жұмысын реттеп тұратын ферменттерге, ферменттер жүйесіне бай. Олар зат алмасуды тездетіп отырады. Жасушадағы негізгі органоид бұл ядро. Ядроның негізгі құрылысына келіп тоқтайтын болсақ, ядро қабықшасынан
ядро шырынынан және ядрожықтан тұрады. Ядро жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының және тұрақты негізгі жиынтығы. Ядросы бар ағзаларды эукариоттар деп атайды. Тірі ағзаның тіршілік қасиеттерінің бірі ол көбею болып табылатын болса, осы көбею процестері ядромен тікелей байланысты. Зат алмасу, көбею, өсіп даму ядросы бар жасушаларда қарқынды түрде жүреді. Ядро тұқым қуалаушылық ақпараттардың берілуі, яғни ядро хроматин жіпшелеріне, хроматин жіпшелері хромосомаға, хромосомалар ДНК молекулаларына және генге ақпаратты беріп отырады. Ядроның негізгі қызметтері тұқым қуалаушылық ақпараттарды сақтау және жасушадағы зат алмасуды реттеу. Митохондриялар грекшеден аударғанда жіп немесе дән, түйіршік тәрізді деген мағынаны білдіреді. Жасушадағы саны 1-ден 1000-ға дейін ауытқып отырады. Митохондрияның пішіндері негізінен таяқша және дән тәрізді болып келеді. Олар кейбір жасушаларда пішінін өзгертіп, үнемі қозғалып жүреді. Орташа ұзындығы 10 микрометр, ал диаметрі 0,2-1 микрометр. Митохондрияда негізінен энергия қоры АТФ түзіледі. АТФ барлық ағзалардың тірі ағзалардың митохондрияларында синтезделетін тіршілік үшін маңызы бар энергия көзі. Сондықтан митохондрияны жасушаның күш беретін станциясы деп те атайды. Келесі пластидтер. Пластидтер негізінен үшке бөлінеді. Лейкопласттар түссіз пластидтерге жатады, хлоропласттар жасыл түс беретін пластидтерге жатады, және хромопласттар сарғыш, қызыл түстер пластидтерді айтады. Пластидтер жасыл өсімдіктер жасушаларында тұрақты органоид. Пластидтер саңырауқұлақтарда, көк-жасыл балдырларда және бактериялар жасушаларында болмайды. Пластидтердің 3 типі бар: жасыл хлоропласттар, қызыл-сары хромопласттар және түссіз лейкопласттар. Негізгі атқаратын қызметі АТФ синтезі, көмірсулар синтезі, жеке ақуыздардың биосинтезі. Эндоплазматикалық тор немесе ЭПТ деп атаймыз. Түйіршікті эндоплазматикалық тордың жарақшасына рибосомалар орналасады. Сондықтан бұл тордың жарғақшасы протеолиттік ферменттер мен ақуыздың синтезделу әрекетіне қатысады. Рибосомада синтезделген ақуыз молекулалары эндоплазматикалық тордың қуысына түсіп, олар арқылы ақуыз молекуласын жасушаның қажетті жеріне тасиды. Келесі Гольджи жиынтығы немесе Гольджи аппараты деп аталады. Құрылысы жарақшамен шектесіп, 5-10 топтаса орналасқан қуыстар. Екінші, қуыстармен байланыса орналасқан ірі түтікшелер. Үшінші, майда көпіршіктер. Қызметтері: бірінші, биосинтез реакцияларының жүрісін жеңілдетеді. Екінші, жасуша бөлінетін кездегі пайда болатын жарақшалардың синтезіне қатысады. Үшінші, эндоплазматикалық торда синтезделген ақуыз, көмірсу, липид молекулаларының өзекшелері арқылы қабылдайды. Төртінші, жасушаның тіршілігіне зиянды улы заттарды сыртқы ортаға бөліп шығара алады. Лизосомалар. Лизосома негізінен эукариотты жасушаларда, соның ішінде фагоцитозға қабілетті жануарлар жасушаларында көп кездеседі. Лизосома грекшеден аударғанда лизио, ертем, сома, дене деген мағынаны білдіреді. Электрондық микроскоп арқылы қарағанда кішкене денешіктер. Олардың пішіні домалақ, ал диаметрі 0,2 және 0,5 микрометр. Қызметтері: органикалық заттарды үзеді, жасушаның өлі бөліктерін ыдыратады. Жасуша қартайған кезде лизосома жарақшаларының құрылысы бұзылып, ішіндегі ферменттері цитоплазмаға өтеді. Сөйтіп, ондағы заттарды бұзады. Яғни лизосоманы жасушаның
асқорыту мүшесі деп те атайды. Келесі вакуольдер. Вакуоль өсімдіктер мен жануарлар жасушаларында болады. Өсімдіктер вакуолі жануарлардікіне қарағанда ірірек және жақсы жетілген. Вакуоль дегеніміз жасушалардың дамуы мен ескіреуі барысында цитоплазмада анық көріне бастайтын сұйықтық. Вакуольдерде ерітінді күйінде минералды тұздар, қант заттары, сондай-ақ жасушаның өмір сүруіне қажетті әртүрлі органикалық қышқылдар, танниндер, пигменттер және басқа да заттар шоғырланады. Вакуольдердің пигменттері гүлдердің желектеріне және өсімдіктердің басқа да бөліктеріне, қызылшаның тамырларына, баклажанның жемістеріне, күзгі жапырақтарға жасыл, көгілдір, жасыл бояу бөліп шығарады. Келесі рибосомалар. Рибосома жасушаның ақуыз биосинтезін іске асыратын органоид. Ол негізінен екі бөліктен тұрады: кіші және үлкен. Оның орташа диаметрі 20 нанометр. Рибосоманың екі түрі болады: эукариоттық, оның жалпы өлшемі 80, кіші бөліктілігі 40, үлкен бөліктілігі 60, және прокариоттықтың түрі, оның өлшемі 70-30 диаметрлі болады. Жасуша орталығы көп жасушалы жануарлардың жасушаларынан, қарапайымдардың және кейбір өсімдіктердің жасушаларынан табылған. Кейбір центриол ұзындығы 1 микрометр шамасындай цилиндр пішінді жасушаның орталығы екі құрамдас бөліктен тұрады: центриолдардан және центросферадан тұрады. Қозғалыс органоидтары. Бұл органоидтар атына сәйкес ағзаны үнемі қозғалысқа келтіріп отырады. Қозғалыс органоидтары жануарлар дүниесіне кеңінен таралған. Оларға кірпікшелілер, талшықтар, сұйық ортада қорғауға бейім әртүрлі өсінділер және бұлшықет талшықтарының жиырылуынан қамтамасыз ететін миофибрилдер және тағы басқалар жатады. Қарапайымдар, мысалы жасыл эвелена, кірпікшелі кебішелер негізінен бір орыннан екінші орынға кірпікшелерінің және талшықтардың жәрдемімен қозғалады. Жануарлар тіршілігінде кірпікшелер әртүрлі қызметтер атқарады. Келесі оқулықтан. Төртінші зертханалық жұмыс жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсері. Осы зертханалық жұмысты меңгере отырып, үйден қызылша тамыр жемісінің жасуша мембранасының өткізгіштігіне су температурасының әсерін зерттеуге арналған зертханалық жұмысты жасап көріп, қорытындысын кестеге толтырамыз. Сау болыңыздар.